Бәйтерек атындағы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің 8-А сынып оқушы Ташметова Рушана. Менің тақырыбым жақсылық керуені. Жобаның жақсылық керуені мейірімділік пен қайырымдылықты насихаттау бастамасын немесе қозғалыс. Бұл атау көбіне қоғамдық игі істерде болады. Жобаның мақсаты қамқорлық, мейірімге мұқтаж адамдарға жүрегін жылыту. Және де жобаның міндеттері көрсетілген мәселелерді зерттеу, тағы басқалары. Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі қоғамда әлеуметтік осал топтарға, аз қамтылған отбасылар, қарттар және тағы басқаларға көмек көрсету. Қойылған мақсаттарға жету әдістері. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарын арқылы жоба туралы ақпарат тарату. Ғылыми құндылықтары. Бұл жоба қоғамдық қайырымдылықтың әлеуметтік психологияның әсерінің зерттеу мүмкіндіктерін береді. Қазіргі уақытта Қазақстан волонтерлер саны жыл сайын артып келеді. 2024 жылы желтоқсан айында мәліметтерге сәйкес елімізде 275 мың белсенді волонтерлер тіркелген. Ал Шымкент қаласында волонтерлік қызмет қарқынды дамып келеді. Қалада 10-нан астам волонтерлік ұйым белсенді жұмыс істейді. Олардың атқаратын қызметтері өте белсенді болып келе жатыр. Жұмыстың негізгі қорытындылары. Жақсылық керуен жобасы бұл тек бір реттік шара емес, тағы басқа шаралар.